Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану модулінің құрамындағы мәдениеттану пәнінен сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қайта өрлеу және жаңа дәуірдегі Еуропа мәдениеті. Сабағымыздың мақсаты Еуропадағы қайта өрлеу және жаңа дәуір мәдениетін сипаттау, гуманистік идеялардың мәдениет дамуына ықпалын анықтау. Бүгінгі тақырыбымызды біз қайта өрлеу мәдениеті және жаңа дәуірдегі Еуропа мәдениеті бөлімдері бойынша меңгереміз. 14 ғасырдың аяғы мен 15 ғасырдың басында Еуропада, дәлірек айтсақ Италияда, қайта өрлеу деген атпен ерте буржуазиялық мәдениет қалыптаса бастады. Әдебиет беттерінде бұл кезең Ренессанс деген атпен де кездеседі, француз тілінен аударғанда қайта туу дегенді білдіреді. Қайта өрлеу термині жаңа мәдениеттің ежелгі дүниемен байланысын көрсетіп тұрды. Осы кезде итальян қоғамы ежелгі Грекия мен Рим мәдениетіне қызығушылық танытып, ежелгі дүние жазушыларының қолжазбаларын іздестіре бастады. Еуропалық мәдениет мазмұнына зиялы әуендер көбірек еніп, қоғамның әртүрлі салалары, яғни көркем өнер, философия, әдебиет, ғылым, білім, шіркеу бұғауынан бірте-бірте құтыла бастады. Қайта өрлеу қайраткерлерінің назарында адам тұрғандықтан осы мәдениетті жасаушыларды гуманистер деп атаған. Қайта өрлеу гуманистері адамды шыққан тегі немесе әлеуметтік жағдайына қарай емес, оның ақыл ойына, шығармашылық энергиясына, біліміне қарай бағалаған дұрыс деп есептеді. Қайта өрлеу мәдениетін бастауында болған ұлы Данте Алигьери еді. Ұлы дараның қыл қаламнан шыққан атақты комедияларының кереметтігі соншалықты, оның талантына бас иген ұрпақтары бұл туындыны құдіретті комедия деп атады. Комедияда ақын о дүниеге сапары кезінде оған кездескен тарихи қайраткерлер мен қиял ғажайып кейіпкерлер туралы баяндады. Дантемен қатар Франческо Петрарка, Джованни Боккаччо қайта өрлеу дәуірінің дарынды өнер қайраткерлері және итальян негізін қалаушылар болды. Олардың шығармалары дүниежүзілік әдебиетке қосылған тамаша туындылар қатарынан орын алды. Қайта өрлеу дәуірінде өнер салаларының ішінде сурет салу ұдайы даму үстінде болды. Сурет салу өнерінің алыбы Леонардо да Винчи еді. Өз заманында ол айналыспаған ғылым мен білімнің, мәдениет пен өнердің бірде-бір саласы болмаған. Ол бір мезетте әрі мүсінші, әрі суретші, математик, инженер, геолог, философ, ақын, әрі физиктай болды. 8 қырлы бір сырлы Леонардо да Винчи ұшу аппаратының қанатының, токарь станогының жобаларында жасады. Сонымен қатар ғылымның әр саласына байланысты жазылған әр тақырыптағы ғылыми трактаттардың авторы болды. Леонардо да Винчидің керемет ұлы туындысы және барлық замандардағы ең ғаламат суреттерінің бірі құпия жиын деп аталады. Дүниені дүр сілкіндірген, бұл күндері Париждегі Лувр музейінің інжу маржаны болып отырған Мона Лиза Джаконда туындысы ғасырлар бойы көрген адамды таң қалдырып келеді. Сурет өнеріндегі тағы бір ірі тұлға Рафаэль Санти. Ол нағыз кемелді шағында 37 жасында қайтыс болғанына қарамастан артына мәңгілік өшпес мұра қалдырды. Оның Сикст Мадоннасы еуропалықтар үшін өте қасиетті дүние. Рафаэль Санти өзінің әйгілі болған шығармалары Афины мектебі, Парнас тағы басқа шығармаларында гуманизм идеяларын кеңінен насихаттап, адамның әлі де ашыла қоймаған рухани мүмкіндіктерін ашып көрсетуге тырысты. Адамзат қоғамына мәңгілік рухани азық болған шығармалардың авторы, тасқа тіл бітірген теңдесі жоқ мүсінші, тамаша қыл қалам шебері, сәулет өнерінің сарбазы, Микеланджелоның атақты мүсіндері, Давид, Моисей, бұғаудағы құл тағы басқа суреттерінде қасірет шеккен халықтың қилы тағдыры, оның азаттық үшін күресі, ана жүрегі, ана махаббаты, сәулелі болашақ пен өмірдің сан салалы көріністері нанымды берілген. Қайта өрлеу кезеңінің қозғалысы бүкіл европалық оқиға болды. 15 ғасырдан бастап гуманизм Италия шеңберінен шығып батыс Европа елдеріне, яғни Германия, Голландия, Англия, Испания елдеріне жайыла бастады.
Қайта өрлеу дәуірі мәдениет пен өнер және ғылым тарихында ұлы бетбұрыс кезеңі болды. Орта ғасырлар мәдениетінің мән-мағынасын сәулет өнері көрсететін болса, қайта жаңғыру дәуірінде живопистік туындылар, яғни суреттер басым болды. Дін өктемдігінен, оның құрсауынан босанудың арқасында өмірдің сән саласын тұтас көрсететін, адамды рухани жағынан толық қанағаттандыратын шығармалар дүниеге келді. Осындай ұлы мәдени бастамалардың жаршысы болған Италия елінде алғаш рет католиктік реакция басталып, гуманистік қозғалыстың өкілдері шіркеу тарапынан қуғынға ұшырады. 16 ғасырдың 40 жылдары инквизиция басталып, дүниежүзілік мәдениет тарихындағы үлкен тарихи белес, яғни қайта өрлеу дәуірі аяқталған болатын. Еуропа үшін жаңа заман мәдениетінің дамуындағы маңызды тарихи кезең болып саналады. Бұл дәуірдің әр ғасыры тарихи уақиғаларға, мәдени төңкерістерге толы болды. 18 ғасыр еуропалық мәдениет 17 ғасыр мәдениетінің заңды жалғасы болуымен қатар өзінің түрі, мазмұны мен мәні жағынан ерекше мәдениет болды. 17 ғасыр рационализмнің қалыптасу кезеңі болса, ал 18 ғасыр ағартушылық ғасырына айналды. Бұл дәуірді ұлы ағартушы гуманистері Джон Лок, Руссо, Шиллер, Дидро мен Монтескье, Кант, Ломоносов пен Радищев адамзат баласының теңдігін батыл қолдап, құлдық пен деспотизмге қарсы бітіспес күреске шақырған болатын. 17 ғасырдың аяғы мен 18 ғасырдың басында Еуропа түгел сөйлеген музыкалық тіл қалыптасты. Еуропа музыка өнерінің сол кезеңдегі аса көрнекті өкілдері Бах, Гендель, Моцарт, Бетховен, Гайнт болды. Ағартушылық кезеңнің негізгі әдеби жанры роман болды. Жазушы ағартушылар Даниэль Дефо, Джонатан Свифт, тағы басқалары қоғамда орын алған кемшіліктерді сынаған еді. 19 ғасырда Еуропа мәдениеті дамуының ерекшеліктері әдебиетте, көркем өнерде, музыкада әртүрлі бағыттардың болуына байланысты еді. Бұл кезеңде классицизм, романтизм, реализм, натурализм, символизм, импрессионизм, абстракционизм, сюрреализм сияқты бағыттар кең дамыған еді. Қазіргі заман мәдениетіне поп-арт өнері және постмодернизм ағымдары тән. Еуропа бастан кешірген бұл өтпелі кезең қоғамдық, саяси және мәдени өмірде елеулі орын алғандығын тарихи деректер дәлелдеп отыр. Бүгінгі тақырыбымыз бойынша критериалды бағалауға арналған тапсырмаларды орындауларыңыз міндеттеледі. Бірінші сұрақтарға жауап бересіздер. Екінші кезекте әр кезеңдегі мәдениеттің ерекшелігін анықтап, үшінші салыстыру сызығындағы адамдардың дүниетанымдарына сәйкес тарихи кезеңдерді талдау жүргізесіздер және ақиқат немесе жалған әдісі бойынша тапсырманы орындайсыздар. Бағалау критерийлері бойынша сіздердің жұмыстарыңыз бағаланады. Орындалған жұмысты Платонус платформасына жіберулеріңізді сұраймын. Құрметті студенттер, берілген тапсырманы орындау үшін мына әдебиеттерге жүгінулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.